Ғарыш туралы мәліметтер. Егер Сатурнды суға түсіретін болса, ол су бетінде қалқып жүретін болады. Себебі Сатурнның орташа тығыздығы судың тығыздығынан шамамен 2 есе аз. Егер сіз диаметрі кем дегенде 117 000 шақырым болатын ыдыс таба алсаңыз, онда бұны өзіңіз тексеріп көре аласыз. Бұл өтірік, себебі Сатурн ол үлкен бір әлем, қайдағы бір пинг-понг шары емес. Жарық күннен бізге дейін 8 минут жүріп келеді. Бұл дегеніміз біздің дәл қазір көріп тұрған күніміз осыдан 8 минут бұрынғы күн. Егер ол 4 минут бұрын жарылып кеткен болса, біз оны білмес едік. Юпитердің бетінде үлкен қызыл дақ бар. Ол алып дауыл 17 ғасырдан бері бар. Жердің тартылысы адамның омыртқасын басып, сығып тұрады. Сондықтан ғарышқа ұшқан ғарышкердің бойы шамамен 5,8 сантиметрге ұзарады. Экваторда сіздің салмағыңыз полюстерге қарағанда 3%-ға ауыр болады. Жер орбитасында ғарыш саласының дамуына байланысты түрлі қалдық темірлер ұшып жүрген көрінеді. Мамандардың есептеуінше, салмағы бірнеше граммнан 15 тоннаға дейінгі 370 000-нан астам заттар сағатына 9,8 мың шақырым жылдамдықпен жерді айналып ұшуда. Сонымен бірге олар кейде бір-бірімен соқтығысып, кішкене бөлшектерге шашырап кетіп жатыр. Күннің салмағы бүкіл күн жүйесі денелерінің салмағының 99,86%-ын құрайды. Қалған 0,14%-ы ғаламшарлар мен астероидтарға тиесілі. Шолпанда күн батыстан шығып, шығыстан батады. Айтпақшыдай шолпан күнді сағат жүрісіне қарама-қарсы бағытта айналатын жалғыз ғаламшар. Бұған бірнеше жорамал бар. Соның бірі, ғалымдардың пікірінше, бұрын шолпанның бетіне ірі астероидтар соқтығысып, оны кейін қарай айландырып жіберген. Шолпанда бір тәулік уақыт 224 күнді құрайды. 1957 жылдан бері Спутник 1 жасанды жер серігі ұшырылғаннан кейін, адамзат баласы жер орбитасына қаншама жасанды жер серіктерін ұшырды. Тек соның біреуі ғана Титаниктің тағдырын қайталады. 1993 жылы Еуропа ғарыш агенттігіне тиесілі Олимп жер серігі астероидпен соқтығысып жойылды. Андромеда галактикасы бізден ара қашықтығы 2,13 миллион жарық жылына тең. Сіз Андромеда галактикасына көз салғанда, оның бізге 2,13 миллион жыл бойы жүріп келген жарығын көресіз. Бұл дегеніміз, сіздің көріп тұрғаныңыз ол галактиканың 2,13 миллион жыл бұрынғы көрінісі. Андромеда галактикасы бізге ең жақын галактика. Осы екі галактика бір-біріне қарсы өте қатты жылдамдықпен жылжып келеді. Андромеданың жылдамдығы секундына 300 шақырым. Біздің құс жолы галактикамыздың жылдамдығы секундына 552 шақырым. Ғалымдардың пікірінше, екі галактика 2,5-3 миллиард жылдан кейін бір-бірімен соқтығысуы мүмкін. Адам баласы ашық ғарыш кеңістігінде скафандрсыз 90 секунд қана шыдай алады. Егер тек өкпесіндегі барлық ауаны шығарса ғана, ал егер өкпеде кішкене ғана ауа қалса, ол бірден көпіршіп үлкейе бастайды екен. Егер ол қанға өтіп кетсе, адам бірден өледі. Ал адам ғарыш кеңістігіне шыққанда, өкпесі ауаға толы болса, онда өкпесін жарып жібереді. Жердің салмағы тұрақты емес. Ғалымдардың анықтауынша жыл сайын жер өзіне 40.160 тонна салмақ қосып, 96.600 тоннасынан айырылады. Бұл дегеніміз, жер жылына шамамен 56,5 тоннаға жеңілдеп келеді. 1980 жылдан бастап Ай елшілігі айдағы учаскелерді барынша сата бастады. Осы уақыт ішінде Ай бетінің 7% сатылды. Жер серігіндегі 40 гектардың құны $150. Сөйтіп сатып алушы аталған соманы төлеп, америкалық Спутник арқылы жасалған Ай учаскесінің суреті мен меншік сертификатын алып, емдене алады. Барлығымыз, адамдар, үйлер, өзендер мен таулар үнемі кеңістікте секундына 530 шақырым жылдамдықпен қозғалады. Ғаламшардың ішінде біз секундына 225 км жылдамдықпен қозғаламыз. Ал галактиканың өзі ғарышта секундына 305 км жылдамдықпен зымырайды. Осылайша, сіз осы сөйлемді оқып отырғанда, жермен бірге сіз 3000 шақырым қашықтықты артқа тастадыңыз.
Біз көріп жүрген күннің түсі 30 мың жыл бұрын қалыптасқан. Күннен алатын энергия 30 мың жыл бұрын өзінің ядросында пайда болды. Және фотондарды да жұлдыздың орталығынан оның бетіне шығуы үшін осынша уақыт қажет. Бұдан кейін олар жерге 8 минут ішінде жетеді. Күн ядросының температурасы 13 миллионнан астам градустан асады. Және ол шығаратын барлық энергия алдымен басқа сәулелі жарық түрінде көптеген қабаттардан өтіп, бетіне шығуы керек. Ай мен жерді сырттан қарасаң, арасы осыншама алыс екендігіне басында сену қиын болды. Барлығы өз орнына келу үшін фактілерді жіпке тізейік. Ай мен жердің арасы орташа 384.467 километрді құрайды. Ал жердің диаметрі 12.742 километрге тең. Бұл дегеніміз 384 мыңды бөлеміз 12 мыңға, қысқаша айтқанда арасына 30 жер шары сияды екен. Күннің толық тұтылуының жалпы ұзақтығы 7,5 минуттан аспайды, ал айдың толықтай тұтылуы 104 минутты құрайды. Астронавт термині ежелгі грекиядан келді. Астро – жұлдыз, нафт – теңізші дегенді білдіреді. Жыл сайын біздің галактикамызда 40 жаңа жұлдыз пайда болады. Әлемде 100 миллиардтан астам галактика бар. Сондықтан ғарыш кеңістігінде адамдар жалғыз емес екендігіне сенімдіміз. Марс планетасының гравитациялық өрісі төмен болғандығынан, жер бетінде салмағы 100 килограмм адам, Марста 38 килограмм болады. Ғарышқа бірінші болып шыққан әйел Валентина Терешкова. 1957 жылы ғарышқа ұшқан алғашқы иттің аты Лайка. Ит ауа жетіспегендіктен қайтыс болды. Біздің планетамызды ғарыштан өз көзімен тек 24 адам ғана көрді. Плутон күн жүйесіндегі ең суық планета. Онда температура -2000 градуске дейін төмендейді. Плутонның ауданы Ресейдің аумағынан сәл үлкен. Жер әрбір минут сайын 19,3 мың шақырымға жылжиды. Қарапайым автокөлікпен күнге жету үшін 212 жылдан астам уақыт керек. Айдың бетінде аяқтың ізін қалдыратын болсаңыз, ол із мәңгілікке сақталып қалады.